Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай сүтті құс сортын дайындаймыз. Бұл менің онлайн шеберлік сабағым. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге осылай әсемдеудің барлығын ашып айтатын боламын. Ең алдымен бізге керек заттар: ұнымызға бір қасық разрыхлителімізді салып дайындап қойдым. Және де сгущенка, бөлме температурасындағы сары май, және де 3 жұмыртқа керек. Барлығын таразыға өлшеп алғандарыңыз жақсы болады. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, үстіне сгущенкамызды құямыз. Сгущенканың кішкене қою болғаны жақсы. Мен 1,5 банка қостым. Сондықтан да біздің тортымыз нәзік, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде сгущенканың қоюлығына мән беріңіздер. Неғұрлым қою болса, соғұрлым тортымыз жақсы көтеріліп шығады. Енді үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Електен өткізілген ұнымызды салғаннан кейін миксерді қоспай тұрып, осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Ұнымыздың шашырамауына жақсы болады. Содан кейін ғана миксерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осындай крем сияқты болып шығады. Енді пергамент қағазымызды дайындаймыз. Айта кететін жағдай, пергаменттің поклан деген түрін пайдаланыңыздар. Басқа қағаздардан жабысып қалады. Енді осылай барлығын кесіп алып дайындап қойдым. Ыңғайлы болу үшін ең оңай әдіс осылай барлығын бірге қысып алсаңыздар формасы шығады. Сол формаға біз жаңағы шыққан дайын болған массамызды жағып дайындап барлығын 5-6 минутта пісіріп алатын боламыз. Мен осылай лопаткамен 2 қасық салатын боламын. Сонда бізден 6 корж дайын болады. Барлығын осылай жайып дайындап алатын боламын. Неке біздің корждарымыздың бәрі пісіп шықты. 5 минутқа ғана салып алыңыздар. Қатты қызартып пісірудің де керегі жоқ. Осылай сарғыш қылып пісірсеңіздер, торттарыңыз жұп-жұмсақ болып, керемет болып шығады. Креміне сахарный пудра, және де қою кремінен креметта, творожный сыр, және де сливкидің 33%-ын қосатын боламыз. Ыдысымызға 500 грамм сливкиімізді құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Қоюланғанша 10 минуттай миксерлейміз. Неке осындай қоюлықта болуы тиіс. Енді үстіне қою креметтамызды салып, оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Енді үстіне 150 грамм сахарный пудрамызды салып, бұны да барлығын қосып жақсылап араластырып миксерлейміз. Неке крем дайын болды. Енді өзіме ыңғайлы болу үшін кондитер қапшығына салып аламын.
Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Біздің дүниеге келген Хадиша деген ханшайымызға арналып жасалған тортым. Мастикпен жұмыс жасауды келесі сабақта үйретемін. Біздің тортымыз дайын болды. Керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.